Біз қазір қарапайым калькуляциялармен жұмыс жасауда өзімізді сенімді сезінеміз. Алайда калькуляциялар бізге қарапайым есептеулермен ғана көмектеседі. Сонымен бұл бейнеде біз енді функция деп аталатын есептеудің басқа түрімен қалай жұмыс істеу керектігін қарастырамыз. Біз әлі де жеткізу деректерімен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ біз экранның төменгі жағына түсіп, продажа 2022 парағына басамыз. Бұл жолы бізден сатылымдарды қорытындылауды сұрады. Бірінші жұмыс ол біздің сату менеджерлерінің әрқайсысы үшін соңғы 4.90-ның жалпы сатылымын алу. Бізге қосу операциясын жасайтын sum функциясы көмек береді. Бұл функция негізінен төмендегі формуламен бірдей нәрсені жасайды. Алайда sum функциясының жазылуы мүлдем басқаша көрінетінін байқайсыз. Біріншіден, функцияда ешқандай плюс немесе басқа операторлар жоқ. Sum деген сөздің өзі Excel-ге не істегіміз келетінін айтатын қосынды сөз. Тағы бір айырмашылық жақшалар. Жақшалар қарапайым калькуляцияда міндетті емес, алайда жалпы барлық функцияларда жақшалар міндетті. Және ашылған жақша міндетті түрде жабылуы тиіс. Сіз байқайтын тағы бір айырмашылық қос нүкте. Қос нүкте белгілі бір диапазон аралығындағы ұяшықтарды таңдауда қолданылатын оператор. Бұл жерде B4-тен E4 арасындағы диапазондағы барлық мәндермен жұмыс істеуді білдіреді. Енді функцияның қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Сонымен біз керек ұяшықты бір рет басамыз. Мен функцияны сіз бұрын көргендей тере аламын, бірақ одан да жылдам әдісі бар. Біз таспаның главная қойындысына кіріп, оң жаққа келіп, автосум түймесін басамыз. Excel өте ақылды. Менің қосқым келетін нәрсені қалай бірден білді. Қараңыздар, Excel программасында қарапайым ережелер жиынтығы бар. Автосум ережесі былай жүреді. Егер жоғарыда кемінде 2 сан болса, онда мәтінді немесе бос ұяшықты тапқанша барлық сандарды қосыңыз. Егер сандар болмаса, солға қарай жүріңіз. Мәтіндік дерек немесе бос ұяшыққа тапқанша барлық сандарды қосыңыз. Ал егер сол жақта ештеңе болмаса, экранда қосатын ештеңе жоқ деген ескерту терезені шығарыңыз. Бақытымызға орай сол жақта бірнеше сандар болып, автосум оларды таңдады. Енді осыны 2 рет қайталап көрейік. Сонымен мен Enter пернесін басамын. Автосум түймесін басыңыз. Тағы бір рет ол қажет нәрсені жасады. Қайтадан Enter түймесін басыңыз. Автосум пернесін басыңыз. Қараңыз, бұл жолы ол алдымен жоғарыға қарап, 2 мәнді тауып оларды қосты. Уайымдамаңыз, егер Excel бағдарламасы дұрыс мәндерді таңдап алмаса, өзіміз барып, оған қандай керек мәндер қалайтыныңызды түсіндіріңіз. Мәселе шешіліп, Enter түймесін басыңыз. Енді бізге олардың әрқайсысын қолмен жасауымыздың қажеті жоқ. Функцияларды көшіру үшін толтыру тұтқасын пайдалануға болады. Сонымен мен F6 ұяшығын басып, толтыру тұтқасына келіп, төменге қарай сүйреп апарамын. Енді жылдам жолды ұнататын адамдар үшін мен осы төменгі қатарға барлық қорытындыларды қосқым келеді. Бір ұяшықты басудың орнына мен B18 ұяшығын басып, F18-ге қарай сүйреп апарамын. Содан кейін автосумге келіп басамын. Айтыңызшы, не деген жылдамдық, Сонымен қазір сізде бір функциямен жұмыс істеуге осы жылдам кіріспе бар. Келесі бірнеше бейнелерде мен сізді басқа пайдалы функциялармен таныстыратын боламын.